14-ші есеп. Координаталық түзуде 3 нүкте көрсетілген. А нүктесіне Б нүктеге қатысты симметриялы С нүктенің координаталарын табыңыз дейді. Симметриялы деген сөздің мағынасын түсіну үшін мен мынандай сызба салайын. Осындай координаталық түзуде Б нүктесі бар. -1,2. Және А нүктесі бар. А нүктесі сол жағынан қарай орналасады, себебі минус таңбасымен беріліп тұр. -4,8. Енді бізге айтады, С нүктесінің координатасын табыңыз. А нүктесі сияқты Б нүктеге қарағанда симметриялы болатын дейді. Симметриялы дегеніміз, яғни А мен Б-ның ара қашықтығы қандай болса, мына жерде бір С нүктесі болсын, Б мен С нүктесінің ара қашықтығы да дәл сондай болу керек. Яғни Б нүктесіне қарағанда А сияқты симметриялы, яғни Б нүктесінен бірдей қашықтықта орналасқан А мен С. Екі нүктенің қашықтығын табу үшін Б нүктесінен координатасынан А нүктесінің координатасын азайтып тастаймыз, яғни 1,2-ден минус азайтамыз -4,8-ді. -1,2. Минус пен минус бізге плюсті береді. +4,8. Таңбалары әртүрлі, үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. Сонда +3,6 шығады. Демек, ара қашықтық 3,6-ға тең. Енді біз білеміз, Б мен С-ның ара қашықтығы да 3,6-ға тең. Ендеше, Б мен С-ның ара қашықтығы дегеніміз ол С-ның координатасынан азайтамыз Б-ның координатасын дегенді білдіреді. С-ның координатасы қандай екенін білмейміз, X деп белгілейік. Б-ның координатасы бізде -1,2, ол бізде 3,6-ға тең болып тұр. Ендеше X-ті табу үшін 3,6-ға қосамыз -1,2, себебі ол мына жерде міне азайтылып тұр. Ендеше әрі қарай X-ті табу үшін 3,6-дан азайтамыз 1,2-ні. Плюс пен минус минусты береді. Осы жерден +2,4 шығады. Демек, С нүктесінің координатасы 2,4. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.